Қазақ даласының қай өңірін айтсаң да, өнегелі ғұмырмен абыз ақсақалдарға толы. Сол бір табиғаты тамаша, көркемде көрікті жердің бірі деп, жер жәннаты Жетісу өңіріндегі Кегенді айтуға болады. Ұшса қыран қанатты талатын Қазақ даласының оңтүстік шығысында орналасқан, айналдыра биік таулар қоршаған өңірге әсем шыршалардың келбеті керемет көрініс береді. Топырағы қасиетті ауданның кез келген ауылынан арда азаматтар шыққаны шындық. Сондай киелі жердің бірі Ұзынбұлақ малды ауылында елінің құрмет тұтар азаматы болған Тақабай әулетінің өзі бір төбе. Сол әулеттің абыройын асқақтатып, халқына адал еңбек еткен Марат Тақабайұлы бүгінде 70-дің төріне шығып отыр. Екінші дүниежүзілік соғыстың жаңадан аяқталған кезі. Ұзынбұлақтағы қос бөлмелі қараша үйді қоныс еткен Тақабай атаның үйінде шекесі торсықтай шақалақтың шыр еткен дауысы естілді. Дүниеге тұрпаты бөлек тұрымтайдай ұл келді. Жөргекке оралған баланың атын Тақабай қарт азан шақырып Марат қояды. Білімді туған топырақтан, тылсым маңайдан, қараша үйдің қабырғасынан тырнақтап терген ағамыз кітап оқумен сурет салуға құмар болған. Бұл жайды анасының өз аузынан естейік. Маратым 12 бала болды, сол 12-нің ішінде Марат екінші бала. Марат басқа балаларға қарағанда өзі былай ата-анаға, әке-шешеге, туған туысқандарға өте мейірімді. Сабаққа сондай ынталы болды. Бірінші классынан 6 жасынан бастап оқыды. Өнен кейін екінші сурет. Суретке өте бала құмар болды. 5 жасынан сонда мектепке барам деп, папасы сол мектептің қасында үйіміз. Сол мектепке кірмедің деп, кіргізбедіңіз деп, сол суретті пышақ бәкіменен ойып, сол есікке сондай суреттер салып өзі. 5 жасынан бастап. 6 жасынан бастап оқыды. Оқыды, жақсы оқыды. Жақсы білім алып шықты. 5-6 жасында біз өзіміз білмейміз о баланы. Бүткіл мұғалімдер үйге келіп, балаңыз осындай мақала жазыпты деп, ол мақаласын қайаққа беріп жүргенде білмейміз. Біз сол мақала жазады екен. Сондай баланың өзінің зеректігі, өзінің ақылдылығы басқа балаларға қарағанда ерекше. Оның кейін 4-ші классынан бастап жұмысқа алады. Ол вақытта жұмысқа адам жетіспейді. Сонда тұрмаққа мінгізді. Сонда кәрияларға барып, кәриялар сұрап алады. Ой, бізге Марат керек, Марат керек. Сол кәрияларға бараттағы кітап оқып, батырлардың кітаптарын, сондай үлгілі кітаптардың бәрін оқып, жақсы оқиды, сондай маңызды, тиянақты, сондай болып өсті. Менен артындағы інілеріне, қарындастарына қамқоршы болып, 12 баланың бәріне білім алып берді. Ал енді мен бір қызық уақиғаны, әкемнің сырласы, әкемнің қалжыңдас досы деп айтатын себебім студент кезім еді. Студент боларда да әкем екеуі мені Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогика институтына алып барып, құжатымды өткізіп, Алася әке, Алася атайым мені, осында енді сенің жастық шағың басталады деп, жатақханаға орналастырып кеткелі жатқанда мен әлі жылап тұрмын. Әкем айтады, не болды жаным, бір нәрсеңді ұрлатып алдың ба дейді. Бауырымда бәйек болып жатыр, Марат ағам. Асатай не болды дейді. А мен айта алмаймын. Тек қана айтқаным, бір индийский шай дептім. Сондағы ағайымның, мен әкемнің бәйек болып мені Тоқтау тәтеме ертіп барып, жаңағы индийский шай ішкізген әлі есімде. Ал ағайым менің, Марат ағам, бай да болды. Баймын деп шіреген жоқ. Әкім де болды, әкімдім деп жаңағы өзін-өзі кеудесін керген жоқ. Қашан көрсең дәл осы қарапайымдылығы. Себебі әкесі Тақабай қарапайым еді.
Әкемнің тағы бір жақсы қасиеті, ешқашан үлкен болсын, бала болсын, көңіліне қарайды, бетіне ешқашан айтпайтын. Сондай бір астарлы жеткізетін. Мен бірінші курсқа түсіп, мектепті аяқтаған жылы, енді ертең қалаға кетем деп отырған дастархан басында менің көңіліме қаяу түсіріп алмайын дегендей: қызым, сен үлкен қалаға бара жатырсың, түнгі Алматы, жарық шамдар деп, қалада көп қыдырушы болма, оқуыңа назар аудар деп айтты. Сол сөзінің өзі менің ары қарайғы өміріме үлкен әсер етті деп айта аламын. Себебі сол астарлы сөзі менің бір нәрсеге ұрынып қалмай жақсы болса екен деген ниетінің жатқандығын түсіндім. Кейін 4-ші курсты бітіріп, магистратураны бітірдім. Содан папа, енді түнгі Алматы, жарық шамдар деп қыдырсам бола ма деп едім. Күліп, иә қызым, болады деп жауап берді. Міне папамның осындай бір жақсы қасиеті, балаларының жүрегіне, көңіліне қаяу түсіріп алмайын деп үнемі астармен жеткізіп отыратындығы. Туған жеріне деген махаббаты, дос-жаранға деген сыйластығы, адамгершілік қасиетті бәрінен биік қоятын әділдігі, отбасын айрықша қадірлеп, құдаларын құдайындай сыйлайтын нағыз қазақы дархан мінезділігі Марат Тақабайұлының жақсы қасиеттерінің кейбірі ғана. Еңбек жолында жүріп табысқан, достасқан және шынайы достықтың қадірін білетін жандарды зор құрмет тұтатын. Содан болар, бүгінде арда заматтың асыл қасиетін жора жолдастары ұмытқан емес. Мен Мәкең мен Маратпенен ойлап қарасақ, осыдан 46-47 жыл бұрын, 1968-69 жылдарда бірінші рет танысқан екен. Мен жолдасым жұбайым осы Ұзынбұлақтан болғандықтан, осы Ұзынбұлаққа жаңағы кеш ұйымдастырып, жастар шақырып, жаңағы Ғалия өзінің жолдастарыменен, ауылдың азаматтарымен таныстыру үшін шақырған еді. Сонда Мәкең бірінші рет көргенде, Мәкеңнің қолында домбыра, аузынан төгіліп тұрған өлең, сөзге шешен, сол кештің көркі болды. Сол кезде мен Мәкең қарап, мынау қандай бір 8 қырлы бір сыйлы азамат еді. Мен де осындай болар ма едім деп сүйсініп едім. Мәкең болса ауылда өзінің туып өскен Ұзынбұлақ ауылында, совхозында бастауыш комсомол ұйымының хатшысы. Кейін Мәкең өзінің жаңағы қабілетінің арқасында нұсқаушы болды аудандық партия комитетінде. Одан кейін өзінің туып өскен Ұзынбұлақ асыл тұқымды қой совхозында партия комитетінің хатшысы болды. Және сол партия комитетінің хатшысы болып, сол совхоздың экономикасының өркендеуіне, әлеуметтік жағынан өркендеуіне көптеген үлес қосты. Халыққа идеологиялық жаңағы насихат жүргізу жұмыстарын игере білді. Сол қабілетінің арқасында ол аудандық партия комитетіне нұсқаушы, екінші хатшы болып ауысты. Кейін совхозға, Жылсай совхозына директор болып ауысты. Мәкең қай жерде жүрсе де партия, ол кезде партия дейміз, қай партияның солдаты дейміз, партия қай жаққа жіберсе сояққа барасын. Мәкең сол партияның адал солдаты болып, қай өмірдің қай саласына жіберсе де өзі сол жерде адал атқарды. Мәкеңге тілерім, қалған өмірінде, осы қалған бала-шағалар аман есен болып, дені сау болып, сол болған құлымыздың көрмеген қызығын осы балаларынан өзі көріп, жаңағы ұзақ өмір сүріп, бақытты өмір сүріп, творчествомен айналысып әлі де сол қалам ұштала берсін деген тілегім бар. 70-ге келіп отыр Марат, енді мына 70 жылдығы енді ол үлкен ол нәрсе. Оған 70-ге келген де бар, келмеген де бар.
Біздің арамыздан сол баяғыда бірге жүрген талай жігіттер өмірден өтіп кетті. 70-ге келмей 60-тың ішінде. Туыстың ішіндегі ең жақын адамдарымыз біз енді. Бүгін Мәкең 70-ге келді деп жатырмыз. Енді өмірі ұзақ болсын, жасы. Бөкеннің жасамаған жасын Мәкеңе беріп, бала шағасының қызығын көрсін. Менен кейін сол жаңағы 70-ші жылы Секең оқуын бітіріп, әлгі военный бір неге сборға кеткен кезде Қапар деген жолдасымыздың үйлену тойы болды. Ол кезде үйде өтеді ғой үйлену тойы деген. Сол үйлену тойында Мәкең жаңа тамада болды. Сол күні енелерім маған айтып жатыр ғой. Ана Бөкенді бүгін алып келді. Себебі Бөкен ол кезде оқуын бітіріп, сол жылы барып ауылған. Жұмысқа орналасам деді. Бірақ мен биыл күйеуге шықпаймын. Әке шешемді бағуым керек деп, себебі ол кісілер кішкене енді егде тартқан кісілер болатын. Ол кезде әкесі де, шешесі. Содан жаңағы той күні алып қашып келіңдер деді ғой бізге, тапсырма берді маған. Содан Мәкең айтам, тойды тезірек бітірейік деп. Менің қайныларым барлығы айтады, не біреудің арағын аяп отырсың ба? Тойды ертерек бітіріп қайда бармақсың деп маған қалжыңдасып жатыр. Сол күні жаңа Бөкенді үйге алып келіп келін қылып түсірдік. Адам өмірінің абыройлы болуы семьясына байланысты деп есептеймін. Мен мынау жұбайым Бөкен Нүсіпқыз екеуміз қырқышылатады. Өте тату тәтті тұрдық. Далқымай 4 баланы дүниеге әкелді. Бәрі де жақсы азаматтар болды. Бізді құрметтейді. Дүркіреп тұрған көктемде, сіркіреп нөсер төккенде, күркіреп жатқан бұлытты найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені, арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, қурайлар сыңсып жатқанда, жапырақ жайрап жатқанда, есіңе мені алғайсың. Ақ ұлпа жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақ таңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың, есіңе мені алғайсың. Бүгінде аяулы әкем ауылдың алтын қазығындай қазыналы қартқа айналды. Немерелерін тәрбиелеп, күнделігін жазып, шағын бау-бақшасымен алма бағын өсіріп, шығармашылықпен айналысуда. Зейнеткерлікке шыққаннан кейінгі екінші бір айналысатын жұмысым мынау бақтарды өсіру, бақтарды. Үйдің төңірегінде бақтарды күту. Мынау американский сорты мына. Әр сорттан шамаға отырғыздық міне. Анау Алматының апорты деп отырғыздық. Алмұрт. Мынау биыл 2 жыл өнім беріп тұр міне. Қазір аздау өнім беріп тұр, бірақ сондай дәмді керемет жерсінде. Мынау енді чие мынау деген. Мынау қазір пісе бастады, енді бір кішкене суытқаннан кейін терсек, мынау сондай дәмді болады. Міне 4-5 жылдан бері қарата осы кәдімгі жақсы өнім береді.
сусындар жасауға айбатты сондай. Сонан кейін картошка отырғыздық. Биыл жауын жақсы болды, және суғарып күткеннен ол да жақсы берді міне. 3-4 килограмм шықты қойды. Қандай жақсы. Міне. Екіншіден қазір көп адамдарымыз қала жаққа көшеді. Оған қарсылық жоқ енді, қалаға да бару керек. Мына ауылды тастап, ауылдың көбі қазір болғаны да қала, болмағаны да қала. Ауылды гүлдендіруіміз керек. Бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірі гүлдену керек деген менің ойым бар. 2005 жылы бірінші рет осында жазған әңгімелерімді, жақсы новеллаларымды, очерктерімнен және естелік мақалалардан «Бақыт баспалдақтары» деген кітап шығардым. «Бақыт баспалдақтары» деген. Бұл өте жаңағы халық жақсы ұнатты, осының барлығын көрсетті. Мұнда мен мысалы жаңағы Чәкен, мұнда кітаптарда Чәкен Аймановпен кездескенім, Шәмші Қалдаяқовпен кездескенім, осының барлығы осында көрсетілген. Ал енді 2014 жылы «Ағалар аманаты» деген кітап жаздым. Бұны да халық жақсы қабылдап жатыр. Көптеген кісілер жазбаша, ауызша рахметтерін айтты. Мұнда сол өмірімде Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдары бірге жұмыс істеген адамдар жайлы. Солардың әзіл әңгімелері, көптеген естелік әзіл әңгімелері бар. 2008 жылы зейнеткерлікке шықтым. Осы уақытымда менің бір ерекше нем жаңағы күнделіктер жүргіземін. Қазір міне 7-8 түрлі күнделіктер жүргізіп отырмын. Онда бірінші мынау үлкен күнделік, бұнда қазақтың тарихы жөнінде, біздің билеріміз жөнінде, хандарымыз жөнінде жазылған мақалалар, күнделіктер. Екінші, мынау өзіме Қазақстанда кездескен атақты адамдар жөнінде міне жаңа күнделіктер жүргіздім. Үшінші, мына дүние жүзіндегі қазақтардың әртүрлі саладағы еңбектері жөнінде жазылған естеліктерден жүргізіп келе жатыр. Мынау күнделікті қазақтың қанатты сөздерін, мақал мәтелдерін, жақсы керемет өлеңдерді жинап келе жатырмын. Соның бірін мынау немерелеріме арналған күнделік міне. Бұл да ерекше, мысалы үшін міне 98 жылдан бастап бірінші тұңғыш немерем өмірге келгеннен бастап жазып келе жатырмын. Солардың қылықтары міне. Солармен бірге болған бір жағдай, нелер, қуанышты сәттердің барлығын осы күнделік етіп келем. Қазір қарасам өте қызықты. Шынымен де, бүгінгі қуаныш ата-баба аманатын арқалаған текті ұрпақтан тараған үлкен әулеттің қуанышы. Сіз талап пен жігер жетелеген өмір өрісінде өзгелерден озып дараландыңыз. Игі істеріңіздің қашанда оңға басуына, әрі қадамыңыздың қарымды болуына барлығымызда тілектеспіз. Анасына қандай рақымшылық көрсе, балама сондай немере шөберелері, сондай мейірімділікпенен, сондай парасаттылықпен қарасын деп балам өсіп деп тілеймін. Немере шөберелеріме де, Маратыма да, ана 70 жасы құтты болсын, тең құрбысының алды болсын деп тілеймін. Ендігі тілегіміз зор денсаулық, сол елінің, жұртының, бала шағасының, анасының сүйікті ұлы бола білді. Енді сүйікті ата болып,
Сол бала шағасын немересінің қызығын көре берсін. Айналайын жанағам, бүгін сіз 70-ке толып халқыңызға есеп беріп отырсыз. Мерейтойыңызбен құттықтай отырып, әрқашанда осындай шабыттыңыз шайқалмасын. Әрқашанда шабыттыңыз ең биіктен көріне берсін. Қаламыңыз әрқашан шыңдала берсін. Себебі сіздің әр мақалаңызды оқыған сайын жанымызға қуат аламыз. Аяулы әкешім, бүгінгі мерейлі тойыңыз құтты болсын. Әке Асқар тау, анам Мөлдір бұлақ, бала жағасында құрақ демекші. Біздің Асқар тауымыз болып отырмыз жүре береміз. Біз сіздің тұрарыңыз болып жүре береміз. Қаламыңыз шүкір, деніңіз сау болсын. Осы мерейтойды ұйымдастыруға ұйытқы болған аға жеңгелеріме үлкен рахметімді